Кемел елдің кемеңгер тұлғасы Әбіш Кекілбаев. Әбіш Кекілбаев 1939 жылы Маңғыстау облысы Мырзайыр деген жерде туған. Әбіш Кекілбаев ақын, энциклопедист, аудармашы, тарихшы, ақын, депутат және Қазақстан Республикасының президентінің мемлекеттік кеңесшісі болған. Өзінің шығармаларында оқырмандарға қазақтың тәрбиесін, тарихын, мәдениетін, дәстүрін және тәрбиесін насихаттаған, әдебиет сахнасында ерекше орын алатын қаламгер. Осы видеоматериалдың мақсаты Әбіш Кекілбайұлының өнегелі өмір жолымен таныстыру, қазақ халқының салт дәстүрін, мәдениетін, тарихын қастерлеуге, оның шығармашылығындағы тарихи тұлғалардың адами қасиеттерін дәріптеу, адам жанын ізгілендіру, қазақ халқының туған елінің тарихын кейінгі ұрпаққа қалдырған аманат мұрасы жайлы зерттеу жүргізу арқылы өз заманының жанашыр қаламгері Әбіш Кекілбай болғанын түсіндіру. Өз өмірін, елінің туған жерін, тарихын жазуға арнаған тұлға ретінде, қаламгер ретінде көрінуі, әдебиет сахнасынан алатын орны ерекше екенін оқырманға насихаттау. Және де Әбіш Кекілбаев әр шығармасын жүрегінің қанымен жазып, елінің абызы биігіне көтерілген ғұлама. Бүгінгі қазақ әдебиетінің құзар шың қаламгері Әбіш Кекілбаев хан тәңірі сынды. Ұлы Абайының қарқара, Мұхтарының кестелі сөзін мұзарты, Ғабитінің мақтауын жеткізіп болған қазақ. Қазақ әдебиеті енді солар арқылы мақтанып жатса, сол биік деңгейде аласартып алмау жолында аянбай күрес салып келе жатқан жанқияр жалғастықты күйтетін күштер арасынан алдымен Әбішін атайды. Бір адамның бойына осыншама білім мен білікті, ой мен зейінді кім берді деген сұрақ көп жанның қызығушылығын тудыратыны рас. Газеттерде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болып, киностудияда бас редактор, Қазақ КСР мәдениет министрінің орынбасары, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы, мәдениет, тіл және ұлтаралық қатынастар дамыту жөніндегі комитеттің төрағасы болды. Қазақстан Республикасы президентінің мемлекеттік кеңесшісі, парламенті мәжілісінің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып қызмет атқарған.